Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балықтың ерекше дайындалу жолын көрсетемін. Бұл тағамның аты көктал деп аталады. Балық қуырудан шаршасаңыз, осыны жасап көріңіз. Ең алдымен бұл жерде менде сазан деген балықтың басын және құйрығын кесіп алып тастаймыз, және де осылай ортасынан бөліп аламыз. Негізі мынау желкендері бар жағынан бөліну керек, мен бірақ басқа жағынан бөліп қойдым, айырмашылық жоқ негізі. Сосын осылайынан жақсылап жуып, құрғатып, кептіріп дайындап аламыз. Енді балығымызды пісіретін пештің ыдысына пергамент қағазын төсеп, оның үстіне балықты орналастырамыз, және де тұздамаймыз, бірден маринатын дайындаймыз. Маринад дайындау үшін бізге 3 ас қасық немесе 2,5 ас қасық майонез. Майонездің көлемі сіздің балықтың көлеміне байланысты. Және де 1 шай қасық тұз, шамалы қара бұрыш, және де 1 шай қасық осындай паприка саламыз. Және де құрғақ чеснок қоссаңыз болады, яғни сушеный чеснок дейді ғой. Немесе иісі, дәмі керемет шығу үшін осындай балғын чеснокты қосуға кеңес беремін. 2 чеснокты осындай теркадан өткізіп аламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бұл біздің балықты үстіне жағатын маринатымыз. Енді балықтың бетін осылай пышақпен шамалы кесіп шығамыз, маринат жақсы болып сіңу үшін. Сосын біздің дайындаған маринаттың тең жартысын балықтың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Әрбір кескендеріміздің арасына кіретіндей етіп барлығын жақсылап жағамыз. Ал қалған маринатты қойып қоямыз. Дәл осылай барлық бетіне жағып шықтық. Енді ары қарай бізге керек көкөністер, ол 1 пияз, болгар бұрышы және де 1 қызанақ керек. Тағы да бұл көкөністердің көлемі сіздің балықтың көлеміне байланысты. Шамамен осындай орташа көлемдегі сазан балығына осындай 1 дана пияз, болгар бұрышының жартысы ғана кетеді, және де 1 қызанақ кетеді. Пиязды осылай дөңгелек етіп кесіп, балықтың үстіне орналастырамыз. Болгар бұрышын осылай жартысын алып, ұзыншалап кесеміз, немесе өзіңіз қалағандай ұсақтап кессеңіз де болады. Осыны пияздың үстіне орналастырамыз. Болгар бұрышының үстіне шамалы тұз сеуіп жіберсеңіз болады. Енді біздің пиязымызды да ортасынан кесіп, полукольца дейді ғой, осылайынан кесіп аламыз. Және де болгар бұрышының үстіне біздің қызанақты да жақсылап орналастырамыз. Енді біздің қалған жаңағы маринадымызды осындай кондитерлік мешочыққа немесе жай кәдімгі пакетикке кішкентай салып, шетін кесіп, енді осыны қызанақтың үстіне осындай клетка жасап, тор дейміз ба, осылай жасап, барлығын үстіне осылай жағып шығамыз. Толығымен бетін жақсылап осындай жабатындай етіп жағып шығамыз, және де қызып тұрған 180 градус пеште 50 минут немесе 1 сағат балығымызды пісіріп аламыз. Міне біздің балығымыз да пісті. Өте жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Балықты қазір кескен кезде өзіңіз байқайсыз, өте жұмсақ, пышақтың да керек емес бұл жерде. Қасықпен бірден жей берсеңіздер болады. Дәмі енді өте ерекше. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар қуанып қалар едім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.